Көздің көруі нашарласа, шаш жиі түсіп, беттеріңізде мәселе көбейсе, ағзадағы А дәруминінің мөлшерін тексерген жөн. Тек бұл мәселеде емес, А дәруминінің тағы қандай пайдасы бар? Қанша мөлшерде қабылдау керек, қалай қалып ұстап тұра аламыз? А дәрумені, ретинол, ол негізгі организмде функциялары зат алмасу процестеріне қатысы болып табылады. Соның ішінде ол антиоксиданттық қасиетке ие. Сонымен қатар осы терінің жақсы күйде болуына, шаштың және де тырнақтың нығаюына әсер етеді. Көп жағдайда осы балалардың өсуін қамтамасыз етіп, иммунитеттің жоғары болуына үлкен септігін тигізеді. Және де терінің ауруларын айта кететін болсам, ол акне, терінің құрғақ болуы сияқты симптомдар байқалады. А дәруменінің жетіспеушілігінің алдын алу мақсатында профилактикалық түрде ересек адамдар 1500 микрограмм қабылдау қажет. Ал балаларға ол 400 және 600 микрограммды құрайды. Ал егер де жетіспеушілік анықталған болса, оны дәрігермен ақылдасып, оның мөлшерін бірге анықтаған жөн. Ең бастысы А дәруменін тамақтан кейін қабылдап тұру қажет. Мысалы, сәбіздің А дәруменіне бай екенін білеміз. Ал бір күндік А дәруменін алу үшін күніне қанша сәбіз жеу керек деп ойлайсыз? Жоқ, мұнша көп емес. Бар болғаны мынадай 30 граммын тұтынсақ, тәуліктік қажет мөлшерін ала аламыз. Немесе бұлай турап, күнделікті тіске басар ретінде дастарханға қойып, мектепке барарда балаңызға беріп жіберуге де болады. Тек есте сақтау керек, осылай шикі күйінде жесек, әлде қайда пайдалырақ болады.